Ассаламу алейкум, ардақты Қазспорт телеарнасының көрермендері. Сіздердің назарларыңызда көкпардан ересектер арасындағы 17-ші Қазақстан Республикасының чемпионаты 14-21 мамыр аралығында өткен бәсекелерді назарларыңызға ұсынып отырмыз. Бүгін Қарағанды облысының көкпар командасы мен Жамбыл облысының Әулиеата көкпар командасы бақ сынайтын болады бір-бірімен. Әрине, қос облыстың командаларын бір-бірімен салыстыруға келмейді десек те, осындай мықты Әулиеата сияқты елдің алдында жүрген ең мықты командаға қарағандылықтар қалай қарсылық көрсетеді, соны бір байқайтын боламыз. Сондай-ақ тек қана көкпаршылармен қатар қандай аттары да бар Қарағанды облысынан шығатын, соларды да бүгін көрермен өздеріңіз көретін боласыздар. Сонымен қос команданы таныстыра кетейік. Міне, ортадағы төрешілер екі команданы да алып шықты. Сонымен әуелі Қарағанды облысының көкпар командасы сіздердің назарларыңызда. Нұрлан Намысов, Дастан Досжанов, Қанат Тәуіртаев, Ерғанат Молдабек, Саят Бейсекеев, Алмас Кәрібаев, Нариман Қасенов, Нұралы Өмірзақ, Марғұлан Исак, Болат Қасенов, Құрмет Нұрпейісов, Ерлан Оспанов. Міне дәл осы сіздердің назарларыңызда тұрған тізімде өнер көрсетеді. Ал команданың жетекшісі Шаризат Қазтаев, команданың жаттықтырушысы Нұрлан Намысов. Ал қарағандылықтардың қарсыластары тиісінше Жамбыл облысының Әулиеата көкпар командасы. Нұрдәулет Момынов, Атамекен Үрстемов, 3-ші нөмірде Манарбек Дүйсенбеев, 4-ші нөмірде Ғалымжан Ақылов, 5-ші нөмірде Жұлдызхан Тайырбеков, Құлажан Тоғайбаев, Әбуғали Әбжапаров, Елдос Асыл, Ерлан Жұмасаев, Ешан Құрманбай, Бағлан Шырымбаев және Құрманбек Тұрғанбек. Міне дәл осы тізімде өнер көрсетеді. Ал команданың жетекшісі Үмбет Күшікбаев, команданың жаттықтырушысы Мұхамедәлі Құралов. Ортадағы төрешілер Бақытжан Төлеген, ал қапталдағы төрешілер Ақылбек Меңдіғалиев, Сейдулла Жалелев және Әлбек Жұмабеков. Міне, сіздердің назарларыңызда дәл осы азаматтар бүгінгі ойынға әділ төрелігін жасайтын болады. Бұл ардақты ағайын көкпар бағдарламасы, өздеріңізбен бірге мен Қайырхан Мәулен әдеттегідей осы бәсекені тамашалайтын болады. Сонымен қос команда бір-бірімен амандасып, сәттілік тілескеннен кейін ортада бәсеке басталады және әр команданың өкілдері өз шеңберлерінің, өз мәрелерінің жиегіне барып, өздерінің жалауларын тігеді. Сол жалау тігіп болғаннан кейін бәсеке ортадағы төрешінің пәрменімен басталмақ, құрметті көрермендер. Қарағанды облысы кезінде дүркіреп команда шығарғанын өздеріңіз жақсы білесіздер. Жастар мен жасөспірімдердің арасында да ерекше өнер көрсетті. Дегенмен арада біраз уақыт үзіліп қалған, сол олқылықтың орнын толтыратын азаматтар Қарағандыдан қайта шықты. Осылайша Қарағанды облысының құрама көкпар командасы Алматыдағы Қазақстан Республикасының 17-ші чемпионатына қатысып отыр. Бұған дейін қарағандылықтар жастар арасындағы чемпионатқа Тараз қаласына келген болатын. Әулиеатаға қарсы қалай өнер көрсетеді, оны біз осы ойынның барысында көретін боламыз. Міне Әулиеатаның жігіттері Серкенің маңында қаптап кетті. Қарағандылықтарға еңкеуге ешқандай мүмкіндік бермейді. Атамекен Үрстемов еңкейгенімен жерден Серкені іле алған жоқ. Сонымен әзірге Серке жерде жатыр, 1 минуттың ішінде көтерілуге тиісті. Егер 1 минутта көтерілмейтін болса, онда ортада жекпе-жек сайысы болады. Міне десек те Әулиеатаның жігіттері Серкені жерден көтеріп шабуылға шыққандарын көріп отырмыз. Және бұл 11-ші нөмірдегі Бағлан Шырымбаев болатын. Бағлан Шырымбаевтың тақымында Серке. Дегенмен қарағандылықтар қорғаныста жақсы өнер көрсетіп, Жамбылдың шабуылын тоқтатты да
ойын алаңның сыртына шығарып жіберді. Енді ортада жекпе-жек сайысы болады. Бұл жекпе-жекке кімдер шығады екен, оны дәл қазір білетін боламыз. Міне Құрманбек Тұрғанбек Жамбыл облысынан және Болат Қасенов Қарағанды облысынан. Құрманбек Тұрғанбек лазермен қандай тамаша өнер көрсетіп жатқанын көріп отырсыздар. Жоқ, лазер емес, кешірім сұрайым, Қырғызғара дейтін сәйгүлік Құрманбек Тұрғанбектің астындағы міне Қарагер Тұлпар, ал Ақжал Сарат қарағандылықтардың тақымында. Сонымен міне қарағандылық балуанның жерге еңкейген сәті, бірақ одан ештеңе шыққан жоқ. Құрманбекті алып кетуге тырысқанымен ары қарай соңына дейін жеткізе алмады. Кім серкеге бірінші болып еңкейді, әрине соның тақымында қалатыны түсінікті. Қырғызғараның сәлде болса күші жетпей тұрғанын көріп тұрмыз мына Ақжал айғырға. Шіркінай, қандай текетірес міне. Құрманбектің мүмкіндігі болып еді. Әттеген ай дегенмен. Қарағандылық балуан серкен жерден көтерді. Десек те қайтадан жерге түсірген көріп отырсыздар. Құрманбек Тұрғанбек міне Қырғызғара мен серкен тақымға басты. Қалың додадан қалай суырылып шығар екен. Командалық әріптестері қалай көмекке келеді. Қараңыздар, қандай тартысты бәсеке. Шіркін айдеңізші. Құрманбекті қанша қақса да міне Құрманбектің тақымынан серке түсер емес. Мәрегеде ақырындап жақындап қалды. Қалың доданың арасында бет қақпай келіп міне мәреге тамаша тастаған жері, және бұл алғашқы салым ардақты ағайын. Есеп 1-0. Құрманбек Тұрғанбек бұл салымның авторы. Міне қайталап көрінісінде қараңыздар. Қалың доданың арасынан әдемі сытылып шығып барып серкені тамаша мәреге тастаған Құрманбек Тұрғанбек ардақты ағайын. Құрманбек Тұрғанбек 1997 жыл туған шабандоз. Астындағы аты Қырғызғара. Міне ойынның алғашқы 5 минут аяқталмай жатып ақ есепті ашып үлгергенін көріп отырмыз. Ары қарай бәсеке жалғасуда. Жамбыл облысының жігіттері бұл жерде расменде қатты күш салып ойын өрнегін көрсетіп жатқан жоқ. Әрине қарағандылықтар өздерінің де қарымдарын білет. Сондықтан мейлінше қорғаныста өнер көрсетуге тиісті. Десек те кім білет, бұл спорт кез келген уақытта салым салып кетуге мүмкіндік туады. 1 минуттың ішінде серке жерден көтерілген жоқ. Ортадағы төреші Бақытжан Төлеген тиісінше ортадағы шеңберде жекпе-жек сайысымен ойынды ары қарай жалғастыруға ұйғарды. Бұл Мәдениет және спорт министрлігі мен Қазақстан ұлттық спорт түрлері қауымдастығы бекіткен ережеге сәйкес. Жалпы бұл халықаралық көкпар федерациясының да ережесіндегі бар нәрсе. Бағлан Шырымбаев және Болат Қасеновтың арасындағы жекпе-жек. Бағлан Шырымбаев астындағы Қазанбас дейтін сәйгүлікпен міне жекпе-жекке шығып тұр. Қарағандының мына айғыры жекпе-жекте расымен де тамаша өнер көрсетеді, әдемі үйретілген екен. Жүрек бар, қасқа айғыр. Еңкеуге тиісті, үстіндегі бала кішкене әлсіздік қылып тұрған сияқты. Десек те, бұл олқылықтың орнын толтыруға да әбден болады. Біраз уақыт үзілістен кейін қарағандылықтар әрине қарқында азайтып алған. Бағлан Шырымбаев міне серкен тақымына басты. Қазандық, яғни өзінің мәресіне қарай шауып бара жатқан сәтті көріп отырмыз. Қараңыздар, тамаша мүмкіндік, бірақ бұл салым емес ардақты ағайын. Өйткені өздеріңізде көрдіңіздер, серке мәре сызығының жиегінде тиіп жатты. Әйтпесе, Бағлан Шырымбаев өте тамаша шабандоз, Қазақстан Республикасының ұлттық құрамасының сапында өмір көрсетеді. Қазір таңда әлем чемпионатына дайындалуда. Сондықтан
Мұндай қателіктерді жібермеуге тиісті мұндай тәжірибелі ойыншылар. Тиісінше жалпы командалық тартыс Жамбыл облысының жігіттерінің орталық шеңберінде болады және Есжан Құрманбай қазір шабуылға шықты. Тамаша өтіп кеткен сәті асықпай тастау керек және бұл салым ардақты ағайын. Есжан Құрманбай сіздердің назарларыңызда міне 1993 жыл туған шабандоз. Астындағы тұлпары көгершін Жамбыл облысының ойыншысы міне ойынның 8-ші минутта есепті еселік кеткенін көріп отырмыз. Қараңыздар қандай тамаша салым. Асықпай жалғыз өзі жеке дара шығып кетіп бір салымның авторы атанып отыр. Есжан Құрманбай жастар арасында да, жасөспірімдер арасында да әулиетаның сапында өмір көрсетіп келе жатқан палуан, міне ересектерде де үлкен жетістікке жетіп жатыр. Міне тағы да Жамбыл облысының жігіттері Серкені алып алуға мүмкіндіктері бар еді, бірақ жерге тастап кетті. Серке ойын алаңның сыртында ортада қайтадан жекпе-жек сайысы. Байқасаңыздар, қарағандылықтар көбінесе жекпе-жекке шығуға тырысып бағуда, өткені жекпе-жекке шығатын аттары өте керемет, әдемі дайындықпен келген. Мықтат. Осы себепті де жекпе-жекке көп ойнауда. Жұлдызхан Тайырбеков шыққан екен. Болат Хасеновке қарсы. Жұлдызхан Тайырбеков ұлттық құраманың сапында бүгінгі дейін өмір көрсеткен. Қазір таңда 42 жасқа толса да көкпардан бір елі қолын үзбей 25-тегі қылшылдап тұрған жас жігітше ойын көрсетеді. Жерден Серкені еңкейіп алуының өзі Жұлдызхан Тайырбековтың жасында екінің бірінің қолынан келмейтіні белгілі. Оның үстіне тақым кеш палуан, тақымы тастай. Бұл жігіттің Жұлдызхан Тайырбеков туралы талай аңыздар осы көкпаршылардың арасында айтылып жүреді. Қырғызстанда көкпар шапқан кезде бір көкпар тақымға басып 12 қырғыз кеп жабылып ала алмаған деседі. Әрине, оны қазір таңда осы көкпардың маңында жүрген жігіттердің көпшілігі өте жақсы біледі. Жұлдызханның тақымының өте мықты екенін. Әсіресе сол жақ тақымына түсіп қалса, онда Жұлдызханның тақымынан Серкені жұлып алу ол екінің бірінің қолынан келмейді. Әсірелеп қазақшалап айтсақ, бүгінгі дейін тақымнан Серке алдырмаған палуан осы Жұлдызхан Тайырбеков. Жұлдызхан Тайырбековке қарсы өнер көрсетіп жатқан Болат Хасенов. Екеуі де Серкені жерден көтерген жоқ. Ортадағы жекпе-жек атта адамды ауысатын болады. Ерлан Оспанов шыққан екен, және оның қарсыласы Әбуғали Әбжаппаров. Әбуғали Әбжаппаров бұл жолы басқатпен шығып тұр. Негізінен көбінесе лазерді жүргізетін осы палуан. Бүкіл әлемдік көшпенділер ойындарында да осы әулиетаның бүкіл қазақтың абыройын көтерген лазер атты сәйгүлікке мініп шапқан палуан да осы болатын, және финалдық ойында жарақатта алған еді десек те, ол жарақатынан жазылып қазір таңда өте тамаша өнер көрсетуде. Әбуғали Әбжаппаров ұлттық құраманың сапында бар жігіттердің қатарында. Ат кішкене әлсіздік етіп тұр десек те, Серкені ебін тауып еңкейіп тақымға басуға болады. Қарағандылық палуандардың тәжірибесі жетпейді. Міне Әбуғалиға еңкеуге тиісті, бірақ ат Серкенің жанында тұра алмады. Атамекен Рүстемов күтіп тұр. Міне тамаша еңкейген сәті, екеуі де Серкеге бірдей жармасты. Кімнің мерейі үстем болады, кімнің қолы күшті? Міне Әбуғали Әбжаппаров өзінің тәжірибелі палуан екенін осылайша тағы да бір дәлелдеді. Жақсылап тұрып сол тақымға басты.
Міне қазір әдемілеп тұрып шабуылға шыққан сәті өзінің тақымында Әбуғали Әбжаппаровтың салым салуға мүмкіндігі бар. Және мәреге жақындап қалған сәт, қалың дода мәреге келе жатқан көріп отырсыздар. Жеке дара шықты және қалай болар екен? Атты бұру қарайды. Міне атты бұрып қап тамаша мәреге кіріп кеткенді көрдіңіздер де, міне салымның куәсі болып отырмыз әдемі. Әбуғали Әбжаппаров ардақтағы 1982 жыл туған шабандоз. Өте тамаша. Оңтүстік Қазақстан облысының тумасы. Міне ойынның 15 минутында есепті 3-0-ге жеткізіп отыр. Аттың басын қалай бұрдық? Өздеріңізде көрдіңіздер. Тәжірибе, шеберлік осындай-ақ болуға тиісті. Енді бұл жігіттердің Әбуғали Әбжаппаров бар, осы әулиетаның сапындағы Манарбек Дүйсенбиев бар, Бағлан Шырымбаев бар, Атамекен Рүстемов бар. Ұлттық құраманың сапында биыл әлем чемпионатында ойын өрнегін көрсететін болады. Сондықтан бұл палуандарға әрине бүкіл әлемдік додада сәттілік тілейміз. Атамекен Рүстемов міне тақымға серкені басып шабуылға шыққанын көріп отырмыз. Атамекен Рүстемов осы команданың капитаны, әулиета көкпар клубының директоры Нұрдәулет Момыновтың туған бауыры, көкпардың негізін қалаған Нәби Момыновтардың ұрпағы. Міне әдемі шабуылды ұйымдастырған, бірақ бұл жерде шиіріп тастау керек еді. Ойын тоқтатылды. Серке мәре сызығының жиегінде жатқандықтан ортада жалпы командалық тартыс болады. Яғни Жамбыл облысының мәресінің тұсында болады. Бұл тартыс кімнің тақымында кетеді Серке? Міне, Бағлан Шырымбаев Серкені жұлып ап қалың додадан қалай шыққанын көрдіңіздер. Және жеке дара шығып кетуге қазір командалық әріптестері ыңғай туғызуға тиісті. Қазанбаста тізгінді бұлай бұрып мінекей. Қараңыздар, Қазанбасты қалай ойнатып жатыр Бағлан Шырымбаев. Бағлан Шырымбаев мәре сызығының үстіне жақындауға шақ қалып тұр. Міне, жеке дара шықты және бұл салым. Әдемі салым ардақтағай. Бағлан Шырымбаев 1982 жыл туған шабандоз. Астындағы тұлпар әрине Қазанбас. Оңтүстік Қазақстан облысының тумасы. Міне ойынның 18 минутында есепті 4-0-ге жеткізіп отыр. Мәреге шапқалы жерден көтерген палуан салым салатындай жағдайға жеткен өздеріңіз білесіздер. Қазандықтың кезінде ұзатып командалық әріптестеріне екеулеп жүріп тастайтын еді. Бұл жолы жерден Серкені көтерген палуан салым салуға толықтай мүмкіндігі бар. Міне Құрманбек Тұрғанбек Серкені жерден көтерді. Құрманбектің білегі де өте мықты палуан. Қараңыздар, қандай тартыс. Қалың шаңның арасында тартыстың тамаша өтіп жатқанын көріп отырсыздар. Құрманбек Тұрғанбек әзірге берер емес. Екеуі де міне Серкенің екі сирағынан ұстап жабысқан күйі. Бір-бірімен таласуда. Құрманбек Тұрғанбек қазір Серкені тақымға басып алуға тырысқанымен қарағандылықтар да өздерінің осал палуан емес екендіктерін көрсетті. Есеп 4-0. Бірінші кезеңнің аяқталуына көп уақыт қала қойған жоқ. Ортада жекпе-жек Атамекен Рүстемов пен Марғұлан Исақтың арасындағы жекпе-жек. Марғұлан еңкеуге тиістеді. Мына ақжал айғыр өте тамаша екен. Расымен де жекпе-жекте керемет өнер көрсетуде. Жамбыл облысының қаншама аттары әрине лазер әлі шыққан жоқ жекпе-жекке. Осы
Ақжал айғырға қарсы тұра алмай жатыр. Міне еңкейді. Серкен жерден ала алмай қалды десек те. Қарағандылықтар бұл олқылықтың орнын толтыруға мүмкіндіктері бар екенін көрсетуде. Десек те әлде болса доданың ішінен Серкен жұлып алып шыққан әзірге ойыншы жоқ. Бірінші кезеңнің аяқталуына да көп уақыт қала қоймады. Әлде болса Серкеге талас. Қарағандылықтар Серкен жерден көтергенімен төрешінің ысқырығы естілді. Яғни бірінші кезең өз мәресіне жетті. Есеп 4-0 Әулие-Ата алда. Арнамызға енді ғана қосылған көрермендер болса, Көкпар бағдарламасының аясында Қазақстан Республикасының 17-ші ересектер арасындағы чемпионатының бүгін 4-ші ойын назарларыңызға ұсынып отырмыз. Және бұл бәсекеде Жамбыл облысының Әулие-Ата көкпар командасы мен Қарағанды облысының Құрама көкпар командасы өнер көрсетуде. 4-0 есебімен бірінші кезеңнің қорытындысында Жамбыл облысының жігіттері ерлеген болатын. Бағлан Шырынбаев міне Қазанбаспен тағы да бір шабуылды ұйымдастыруға шықты. Командалық әріптестеріне ұзатар ма екен, әлде өзі шабуылды ары қарай жалғастыра ма? Ол әрине белгісіз. Ойын ары қарай жалғасуда. Жұлдызхан Тайырбековке міне Серкен ұзатып берді. Жұлдызхан тақымға басты. Сол тақымын әдемілеп басып алғанын көріп отырсыздар. Жұлдызханның сол тақымын жаңа ғана айтып өттік. Қараңыздар, шаттың тізгінің қалай тартып, қалай бұрып, қалай Серкені жалғыз өз алып келгенін көрдіңіздер мәреге, және тамаша салым. Асықпай жүріп. Міне командалық ойын деген осы ардақтағай. Жұлдызхан Тайырбеков таныстыра кетейік. 1975 жыл туған шабандоз, оңтүстік Қазақстан облысының тумасы. Астындағы тұлпары Құрма ардақтағай. Ойынның 22-ші минутында, яғни 2-ші кезеңнің бастапқы кездерінде тамаша бір салымға қол жеткізіп есепті 5-0 қылды. Командалық ойынның көрінісін жаңада көрдіңіздер. Жұлдызхан Тайырбеков жеке дара келді. Қалған ойыншылардың барлығы жабық. Қарағандыда қорғаныс мүлдем қалған жоқ. Әулие-Атаның тактикасы командалық үлгіде өнер көрсетуі расымен де көп командаларға үлгі боларлықтай деңгейде екенін осыдан ақ байқауға, көруге болады, құрметті көрермен. Бекерден бекер Қазақстан Республикасының 9 дүркін чемпиондары емес. Сонымен кішеңберде жатқан Серкені қос команданың жігіттері де көтере алған жоқ. Демек ортада жекпе-жек сайысы болмақ. Құрманбек Тұрғанбек алып келді Серкені, және өзі шығуға ыңғай танытып тұрған сияқты. Астындағы тұлпары Қырғызғара. Құрманбек Тұрғанбек және оның қарсыласы Ерлан Оспанов. Екеуі де 12-ші нөмірдегі ойыншылар. Көк аттары да жекпе-жекте өте тамаша екен. Қарағанды облысының. Дәл осылай өнер көрсететін болса, онда чемпионат барысындағы ең үздік ат номинациясын жеңіп алуға да мүмкіндіктері бар. Ерлан Оспанов Серкен жерден көтерді. Құрманбек Тұрғанбек ілінбей қалды. Бірақ тамаша тартыс. Қараңыздар, екеуі қос сирағынан алған, бірақ Құрманбек Тұрғанбек жұлып кетті Серкені. Міне білектің күші. Қара күш осындай ақ болсын. Бірақ қарағандылықтарда қарақ болған жоқ. Серкені ойын алаңның сыртына шығарып тастады. Демек ортада қайтадан жекпе-жек сайысы.
Болат Хасенов дайындалып тұр. Жекпе-жек басталды. Абуғали Әбжаппаров және Болат Хасеновтың арасындағы жекпе-жек. Қараңыздар, қандай тартыс, қандай бәсеке, қандай жекпе-жек міне. Көкпар деген бір құйын деген осыдан қалса керек тағайын. Екі ат. Міне Абуғали, қараңыздар шеберлік. Әдемен кейді. Серкен әдемілеп тұрып, сол тақымға басуға ниет білдіргенмен командалық әріптесіне ұзатуды ұйғарыпты. Атамекен Рүстемов Серкен тақымға басқан. Атамекеннің жан-жағында қаумалап қарағандылықтары жүр. Ақжал айғырдың мінген Болат Хасенов қазір. Атамекен Рүстемовке жармасып келе жатқанын көріп отырсыздар. Шабуыл қалай болар екен? Жеке дара шықты. Және бұл салым ба? Төрешінің әрине жауабын күтеміз. Жоқ, салым жоқ. Атамекен Рүстемов осымен екі шабуылды нәтижесі аяқтап отыр. Серкенің салмағын тастаған кездегі өзінің екпінін есептей алмай қалған сыңайлы. Қараңыздар, қалыңдададан қалай жұлып алып шыққан еді. Есжан Құрманбайдың күш жетпей қалды ма, қалай әлде епедейсіз басты ма екен? Міне Бағлан Шырымбаев тамаша шабуылды әрі қарай жалғастырған, бірақ Серкен мәренің қақ ортасына түспей қалды. Енді жалпы командалық тартыс әрі қарай жалғасады. Кімнің тақымында кетер екен Серке? Әзірге қалың доданың арасынан Серкені іліп шыққан палуан жоқ. Абуғали Әбжаппаровты көріп отырмыз, бірақ әлі доданың ішіне кірмеді. Міне Бағлан Шырымбаев тағы да қалай жұлып шыққанын көрдіңіздер. Және жеке дара бұл салым болуға тиісті, аттың басын қайтарды. Мәренің үстінде және бұл салым. Ардақты ағайын, Бағлан Шырымбаев міне сіздердің назарларыңызда. Астындағы тұлпары Қазанбас, 1982 жыл туған шабандоз. Оңтүстік Қазақстан әулиеата көкпар командасы жылдан өнер көрсеткен Бағлан ұлттық құрамада да бар. Осылайша есепті 6-0-ге жеткізді. Тамаша. Шеңберде қайтадан жатыр Серке. Қарағандылықтар бірінші Серкеге жеткенімен, бірақ Серкені іліп кете алмай жатыр. Міне Есжан Құрманбай Серкені тақымға басты. Есжан Құрманбай командалық әріптесі Елдос Асылға Серкені ұзатып берді. Елдос Асыл аттың сауырына қамшыны басып шабуылға шығып бара жатқан көріп отырмыз. Көкпар алаңның жиегімен міне өтті қос қарсыласынан. Қалай болар еді екен? Елдос Асыл мәрен сызығының үстінен шауып өтіп кеткенін көріп отырмыз. Аттың тізгіні қайтпайды. Сонымен төрешінің ысқырығы да естілген екен. Ортада жекпе-жек болуға тиісті. Жұлдызхан Тайырбеков Болат Хасеновке қарсы өнер көрсетуде. Серкенің тұсын өзіне алып алса, мына Ақжал айғыр дәл сол өзінің тұрған жерін ешқандай атқа берер емес. Елімізде жалпы жекпе-жекте ат шыққан лазерді айтуға болады. Бойтұмар дейтін, оди дейтін, бөдене дейтін сәйгүліктер бар. Не солардың ізін жалғайтын айғырлардың бірі болмақшы. Лайым соған тілектеспіз. Болат Хасенов Серкені алғанымен қазір Абуғали Әбжаппаров таласуда.
Абуғали Абжаппаровтың тақымында қалды Серке. Жамбылдың жігіттерінде. Кері шабуылды қайтадан ұйымдастырады. Абуғали Абжаппаров міне жеке дара шықты және салым салуға мүмкіндігі бар. Қалай болар екен? Тізгінді бұрды. Оп, әдемі айналды. Және тамаша салым ардақтар. Абуғали Абжаппаров тағы да бір өзінің тактикасын, әдемі ойын өрнегін көрсетті. Абуғали Абжаппаров та 1982 жыл туған шабандоз. Астындағы күрең айғырмен есепті 7-0-ге жеткізіп отыр. Манарбек Дүйсенбиев ойынға араласқан екен. Әулиеата Көкпар командасының мықты ойыншыларының бірі Хабрегия. Серкеге әлде болса талас шеңбердің тұсында жүруде. Міне Атамекен Рүстемов Серкен жерден көтерді. Қандай талас, қараңыздар, сілкіп тартып бір-бірінен. Тақымға баса алмай кел жатыр. Хабая ойналаң сыртына шығып кетті. Қандай жылдамдық десең шекнай. Ортада жекпе-жек сайысы. Қайтадан орын алатын болады. Ерлан Оспанов пен Жұлдызхан Тайырбеков. Ерлан Оспановтың атындағы мына астындағы көк атта жекпе-жекте тамаша өнер көрсетуде. Бірақ бітімі, тұрысы ақжал айғырға бәрібір жете алмайтын сияқты. Кім білсін? Қарағандылықтар әдемі шабуыл ұйымдастыруға мүмкіндіктері бар еді. Манарбек Дүйсенбиев бекен? Жоқ. Серкенің жерден еле алған жоқ Жамбылдың жігіттері. Әлде жерде жатқан Серке ат тұяғының астына жаншылып ешкім көтерер емес. Міне қарағандылық балуандар әдемілеп тұрып тақымға басуға мүмкіндігі бар, бірақ Жамбылдың жігіттері жабыла кетті. Қараңыздар шыққандай бәсеке. Атты қамшылап Серкені ойын алаңның сыртына шығарып жіберуге тырысқан, бірақ тастап кетті. Бұл жерден кім іліп алар екен? Шіркін-ай, ешкім еңкей алар емес. Енді біраз уақыттан кейін Серке жерден көтерілмейтін болса, онда төреші ойынды тоқтатуға мәжбүр. Төрешінің ысқырығы да естілді. Ортада жекпе-жек сайысы болады. Жекпе-жекке бұл жолы кім шығар екен? Бұл ойынға Жамбыл облысының команда жаттықтырушылары, жетекшілері, капитаны лазерді шығаруға ұйғармаған сыңайлы. Ешжан Құрманбай Болат Қасеновке қарсы өнер көрсетуде. Есеп 7-0. Әулиеата Көкпар командасы алда. 9 дүркін Қазақстан Республикасының чемпиондары. Бұл бәсекеде де
7-0 есебімен қарсыластарын ойсырата жеңіп келеді. Еңкейш айналайын. Міне, ешжан Құрманбай еңкейіп еді, бірақ Серкен жерден іле алған жоқ. Екеуі де бір-біріне мүмкіндік берер емес. Ешжанның аты дұрыс болмай тұр. Анау Ақжалдың үстіндегі жігіт дұрыс болмай тұр. Еңкеуге тиісті. Болат Хасенов қаншама жекпе-жекке шықты. Енді осындай кезде қарсыласын күттірмей еңкеуге болады ғой, міне. Осылайша. Бірақ кішкене жылдамдық жетіспейді Қарағандының жігіттеріне. Серкен лып еткізіп тақымы бас жөру керек. Сол кезде қарсыластар ештеңе істей алмай қалады. Манарбек Дүйсенбиев красавчик деген сәйгүлікпен міне. Тамаша шабуылды ұйымдастыруға мүмкіндігі бар. Ұлттық құраманың ең белді ойыншыларының бірі Манарбек Дүйсенбиев міне. Серкен тақымға басып жеке дара келді. Қазір шиіріп тұрып тастауға тиісті. Және бұл салым. Міне шеберлік, ардақты ағайын. Міне тәжірибе. Манарбек Дүйсенбиев сіздердің назарларыңызда. 1976 жыл туған шабандоз. Астындағы тұлпар красавчик. Оңтүстік Қазақстан облысының тумасы, Түлкібас ауданынан шыққан жігіт. Әдемі салымға қол жеткізіп отыр. Есеп 8-0. Бәсекенің аяқталуына көп уақыт қала қойған жоқ. Бірер минутта қарағандылықтар тым болмаса бір салым сала алар ма екен? Ол әрине белгісіз. Дәл мынандай қарқынмен ойнаса, Жамбылдың жігіттері онда қарағандылықтар тіпті шабуыл ұйымдастырып та үлгере алмайтын шығар. Иә, расымен де екі кезең бойынша Қарағанды облысының жігіттері тек жекпе-жекте ғана жеңіп жатыр. Жекпе-жекте жеңгеннің өзінде де Серкені алаңнан шыққаннан кейін жігіттер тартып алады. Тек аттарының мықтылығы ғана бұл жерде. Әбуғали Әбжаппаров Қанат Тәуіртаевпен шығып отыр. Қанат еңкейе қойшы енді. Әбуғали Әбжаппаров. Иә, төрешінің сықырғы естілді. Яғни ойында өз мәресіне жетті деген сөз. 40 минут қалай көзді ашып жұмғанша өтіп кеткенін байқаған жоқпыз. Өте керемет ойынның куәсі болдық. Жамбыл облысының Әулиеата көкпар командасы Қарағандының құрама көкпар командасын 8-0 есебімен ойсырата жеңіп отыр. Келесі бағдарламада біз ардақты ағайын Оңтүстік Қазақстан облысы мен Павлодар облысының ойынын тамашалайтын боламыз. Сондықтан Қазспорт телеарнасы әрбір шаңырақта қосулы тұрсын дейміз. Ұлттық спорттың әрқашанда ұлт қуаты екені түсінікті. Сондықтан көкпар, бәйге жарыстарын арнамыздан өткізіп алмаңыздар, ардақты ағайындар. Сонымен бұл көкпар бағдарламасы, бағдарламаның режиссерлары Руслан Дәулетов және Нұрсұлтан Темірханов. Ал комментаторларыңыз әдеттегідей мен Қайырхан Мәулен. Аман сау болыңыздар.